Иә, бұл әлеуметтік желілерде жарияланатын ақаул емес. Дегенмен оны білу маңызды және өмірлік қажет. Егер ITV-сі бар адам толыққанды ем қабылдаса өмір сүре алады. ITV-дан қорғану хабардар болудан басталады. Медициналық мекемелерде ITV-ға тексеруден өтуге болады. Иә, біз айтарлықтай жеңістерге қол жеткіздік. Дегенмен алда жұмыс көп. Өзіңді және жақындарыңды ITV-дан қорға. Тестілеуден бүгін өт. Өз ақаулығыңызды біліңіз. Бұл сіз үшін өте маңызды. ITV-ның берілуінің 3 жолы бар, және оларда барлығы жақсы білет. Менің бұған қатысым жоқ деп, біз салғырттықпен жорамалдаймыз. Бірақ әрбір адам қауіп аймағына тап болуы мүмкін. ITV-ның таралушылығының қазірше тоқтамайтындығын статистикада растайды. Сол себепті әрбір адамға өз ахуалын бүгін білгендігі қажет. Медициналық ұйымдар немесе ЖИЦ орталығында тестілеуден өт. ЖХТБ-ның орталықтарының толық тізімін республикалық ЖИЦ веб-сайтынан табуға болады. Статус в обществе. Чтобы занять свой статус в обществе, люди на это тратят годы жизни. Так ли это важно? Статус в социальных сетях. Сколько лайков, сколько подписчиков, сколько просмотров. Так ли это важно? Статус на ВИЧ. Сделай тесты, пройди анализ и узнай свой статус на ВИЧ. И это действительно очень важно. Информации о ВИЧ очень много, знаний мало. Узнай о ВИЧ больше, узнай свой статус на ВИЧ. Все слышали о ВИЧ, многие знают о ВИЧ, но немногие знают, что такое статус на ВИЧ. Узнай больше, узнай свой статус на ВИЧ.